Қалайсыздар? Бүгін 52 кг санды бөлшектеп полный обвалка жасадық. 12 кг сүйегімен ақылы шықты, қалған 40 кг фаршпен таза ет. Біз бүгін толық сиыр етінің санын обвалка дейді. Санын полностью тақырлап сылатын боламыз. Оған бізге керек заттарды пышағымыз, өткір пышақ, ыдыс, посуда. Және де санымыз. Бұл жерде 54 кг сан еті. Міндетті түрде мұсатымыз болса, қайрап отырамыз. Керек емес заттардан мына жерде шыбығынан бастап алып тастаймыз. Шыбығының түбі қалып қалған. Бізде еркек мал. Енді бірінші кезекте аяғын алып аламыз. Аяғын алу үшін мына жерде жігі болады, сол жіктен бөліп кестік. Жеткілікті. Бұдан қалады жасасақ та болады. Келесі. Полный тақырлап, етін сылып аламыз. Бұл ресторандарда көбінесе осылай жасайды. Өзіміз бұл санды фастфудқа, донерға жасаймыз. Донер, манты, котлет, чизбургердің котлеттерін жасайтып аламыз. Пышағын айтып, кішкентай пышақ аламыз. Бұнда жік-жігімен бөліп алса болады. Бірақ бізге максимально етін алу керек, тақырлап. Сол үшін етін сыламыз. Бұл жерде жамбасының ұшы. Бұның ішінде мынандай жіктері болады. Жіктермен бөлетін боламыз. Магазиннен алсақ. Көрініп тұр ма? Ішінде жігі өз жігімен болады. Сол жіктермен еттерді бөліп алатын боламыз. Осылай. Мынау тоже келесі жағына жік болады. Мына ет сыртындағы майын алып тастаймыз. Бұл бізде фаршқа кетеді. Мына жерде алынады, өзі ашылып. Бұл фарш алынады. Мына тазалап қазір шандырларына ары қарай донердің етіне кетеді. Пышақты мұсатқа қарсы қайраймыз. Сол кезде үші жүзі өткір болады. Керісінше қайрау болмайды, алдағы қарай қажымыз. Лайфхак сіздерге. Келесі агузық дейді. Бұл агузығын аламыз. Көбінесе бұдан стейктар жасайды. Стейк медальон жасайды. Осы еткен. Бұның сырты бәрі тазаланады. Соны тасты жұмсақ осындай мыравы ет. Келесі жілікке түсеміз. Жіліктің сыртындағы еттерін максималды тақырдап аламыз. Жіліктен сорпа жасасаңыздар болады. Кесіп қалғыларыңызша. Мына жерде ошығы болады. Жамбасының артындағы еттері. Фарш болды. Барлығы тазаланып, бездердің барлығын аламыз қазір. Бұл құйымшағын алып тастаймыз. Біріншіні жыртып алып тастайық. Бірден шайт етіп тұр.
сыртындағы еттерін барлығын тазалаймыз. Башқа кетеді. Мына жілігін кесіп духовкаға салып пісірсек, жіліктің майы мынау іске болады. Майы. Болмаса үшке бөліп сорпа жасасаңыздар да болады. Сүйек. Тоқпан жілік. Бұл жерде бездері өте көп болады. Санайтты. Аппақ жілік. Видеода кейбір жерлерде кейбір заттарды қате айту мүмкін. Қобалжу болады. Камерадан кейбір кезде де сондай жағдайларда мүмкін қате айтып, мүмкін артық айтып қойған жерлер болса, комментарийге қатты сөгіп жазбаймыз. Бұл ресторандағы месниктерге, жаңадан үйреніп жүрген месниктерге, болмаса үйде мынаның өстіп обвалка жасап, полный обвалка деген сылып аламыз да еттің барын. Кусок кесіп, үйге қойып қойсаңыздар да болады. Қазір жіліктеу деген көп жерлерде жоқ қой, халал жерде. Сондықтан өздеріңіз бір санда әкеп, толықтай сылып, сүйегінен 1-2 күн сорпа жасап, қалған еттің барлығын фурмаш тамақ қылып жасап тастаса болады. Өте ыңғайлы. Қазіргі таңда осындай хит болып отыр ғой. Бір санда аласыз, таза, тап-таза ет болады. Ешқандай жылқы болмайды сол етте. Ең жақсысы. И және еті көп болады. Қолдан қарағанда ет көп санда. Артық еттерін барлығын сылап аламыз. Ұшаққа ілінбей қалып қалған жерлер осы. Бұлардан гуляш жасасаңыздар болады, мантыға қосса болады, кішкене үстіне май қосып. Болмаса өзінің майда болады, сол майды қосса керемет болады. Негізі мантыға құйрық маймен араластырып жасаған дәмді болады. Жалпы барлық етін сылып аламыз. Бізге сүйекте еттің қалмағаны жақсы. Біз одан фарш жасап, котлеттер, бургердің котлеттерін жасайтын боламыз. Көп жерлерде бұндай еттерді пайдалана бермейді. Ал біз өзіміз Мишкашевте фастфудымызда қояндардан ашылдық. Алла қаласа Астана қаласынан алдағы уақытта ашыламыз. Бізде барлығы таза, халал еттерден дәмді тамақтар жасаймыз. Өстіп тап-таза сылып аламыз. Еттің барлығын. Мына жерде құйымшақ деген бар. Құйымшақты қазір қоямыз. Өте мол болғаннан кейін қатты болады. Төрт жасар бұқаның еті 50 килограмм. Құйымшақтың күші бар. Көріп тұрсаңыздар, şimdi қозғалып жатыр. Әр нәрсе жілігіне түссе, тез кетеді шығады. Ең мықты жері құйымшақ деген. Адамның денесінде құйымшақ бар. Ең соңында шірімейтін жер ғой құйымшақ деген. Мынау жамбасы, жалпы көрсете салайын. Жамбасты негізі үшке бөліп етімен бірге қонақ келген кезде тататымыз. Қазір бізге ол қызық емес, жалпы біз максималмен етін аламыз. Келесі сабақтар болады, алла бұйырса. Қалайынан жілікке бұзу керек, сиыр етін. Алдағы уақыттарда жылқы етін қалай бұзу керек деп көрсететін боламыз. Қазы қалай жасау керек, шұжық қалай жасау керек, барлығын түсіндіретін боламыз. Құйымшақтың етін аламыз. Құйымшақты асып, қалған сорпаны пішеміз. Ішіндегі майларын. Мына жақта кішкене еттері бар. Қалған етін сорпаға шығады, сорпадан алып мұжытып аламыз. Келесі мынау санымыз.
сүйегінен ажырады. Енді бөлек-бөлек бөлеміз әр бөлікте. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай өзінің жігі бар деп айттым. Сол жігімен қолайтын болған мінекей. Көріп тұр ма? Мына жігімен ақырын қолай берсек өзі шығады. Бөлек-бөлек осылай еттіріп. Мына жердегі бөлік еті. Бұл бөлігін аппақ болып тұрған, бұны жеуге болмайды. Алып тастаймыз, тамыр ғой. Тамырларын бөлек алып тастаймыз. Бұны палауның астына салсаңыздар керемет енді. Келесіндегі өзінің жік-жігімен бөлініп тұрады. Қазан жақта болады. Шемшектерін алып тастаймыз. Және сыртындағы аппақ қапшығын алып тастаймыз. Аузымызға жеген кезде шамдарға келмес үшін. Алып тастағанда бұл бәрі ұзырға кетпейді. Бұны фарш қылып жүреміз. Мына жерде тамырлар бар, тамырларын алып тастаймыз. Мусор. Керемет еттер шығады. Мына аппақ болып тұрған бұл шандар ғой, шандарда міндетті де алып тастаймыз. Үлкен қатты шандарларды мүлдем алып сақтаймыз. Майлармен пастайды. Осындай қатты еттер шығады. Мынаны кесек керемет ет шығады. Видеоның соңында қанша келі сүйек, қанша келі ет шыққанын салатын болады. Видеоның соңына дейін көреміз. Мына жерде вырезка дейді. Жұмсақ еті. Жалпы бұны ресторандағы ағайларымыз қатты алады. Ресторанда жеп жүрген медальон деген стейктарымыз осы вырезкадан шығады. Жұмсақ. Бұл ұзын болады, бірақ жартысы алып қойған. Бізге дейін алып қойған. Осыны керемет ет. Майларын алып тастаймыз. Фаршқа сүйегін алып тастаймыз. Супқа. Осындай ет. Суп берді. Қалғанын бұдан полный фарш қыла саламыз бізге керегі. Майымен араласқан. Мына жерде шандырларын алатын боламыз. Шандырларын сәл-пәл алып тастаймыз. Бір саннан 1-1,5 килограмм артық шығады міндетті түрде. Неге десеңіздер енді. Базардағылар да пайда көру керек қой, сүйектерін жібереді. Шыбығын салып жібереді. Алмайды. Сондай сөздер. Базарында өзінің плюстары бар, минустары бар. Жалпы өзіңіз тауып малды сойғызып немесе өзіңіз сойып алғаныңыз өте жақсы болады. Пайдасы да көп. Әрі адалына. Өзіңіз көріп аласыз. Базардағылардың көбі. Енді білмейсіз ғой, сіз қалай сойылғанын. Кішкене күдік болады, бірақ сонда да аламыз енді басқа амал жоқ. Бұның бәрі фаршқа кетеді. Еттің бәрі. Іштен көреміз, мынандай жерде бездері болады. Әрбір майдың жанында қосылған жерлерде бездер болады. Сан, ляшка, артқы, аяғы
сиырды сиыр болғанда 4 жасар бұқа болады. Келесі жілікті асықты жіліктен тұрамыз. Асықты жіліктен жалпы осы етті көбінесе палауханалар палауға астына салады. Өйткені бұл өзі қатты ет, астында ерімей жата береді, езіліп кетпейді. Мына жерде көрініп тұрады еттің жанынан. Ақырын шығарамыз. Толықтай сыпырып, бізге етін максимально сүйектен ажыратуымыз керек қой, біздің мақсатымыз. Бұл кәржілік деп аталады. Білесіздер ме кәржілікті? Үлкен кісілер жейтін. Өте мықты жілік болады. Сындыру оңайшылықпен бұл сына қоймайды. Үшке бөліп, бұдан холодец жасап болады, сорпа қайнатып, сирақтың жанына қосып, бізде ауылда көбінесе солай жасайтынбыз. Біз холодец жасамаймыз, сондықтан барлық етін сыпырып аламыз. Етін, майын алуға болады, жеуге болады ау деген етін барлық. Жандырдан алып тастаймыз. Бұл болды.